Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз қазақ тілі пәнінен мәтіннің құрылымдық бөліктері 75-ші бет. Есімізге сақтаймыз. Мәтіннің басы оқырманды оқуға даярлайды. Негізгі бөлікте автор айтқысы келген басты пікірін білдіреді. Мәтінде соңғы бөлік аяқтайды. Мәтіннің әрбір бөлігі азат жылдан бастап жазылады. Енді балалар жаттығу орындайды. 11-ші жаттығу 76-ші бет. Мәтінді оқы, жоспарға сүйеніп, оның бөліктерін анықта. Жоспар: бірінші, көңілсіз суреттер, екінші, жан біткен суреттер. Ал енді мәтінді оқимын, мұқият тыңдаймыз. Меруерт табиғат көрінісін салмақшы болып, қара қарындаштарын алды. Салған суреттер бір түрлі көңілсіз, солғын болып шықты. Бір кезде қолына түрлі түсті қарындаштарды алды. Аспанды қара бұлт торлады, шатыр-шұтыр сары найзағай ойнады. Аспаннан көк тамшылар төпеп берді. Жерде ақ түсті шалшық сулар пайда болды. Енді балалар, мәтін бойынша жұмыс жасап көрейікші. Жоспар бойынша өз ойыңды жинақтап, мәтінді мазмұндап бер. Неге көңілсіз суреттер? Неге жан біткен суреттер? Осы сұрақтарды жауап іздеп ойланып көр. Мәтінде неше бөлік бар? Олар мәтіннің қай бөліктері? Қандай бөлік берілмеген? Мәтіннің соңғы бөлігін өзің тауып айтып көрші. Сурет пен мәтіннің арасында байланыс бар ма? Бар болса, өз ойыңды білдіріп, дәлелдеп көр. Неліктен көңілсіз сурет салды, неліктен жан біткен сурет салды? Яғни, айырмашылығын оқушылар сендер жазуларың керексіңдер. Келесі балалар, 10-шы жаттығуға назар аударамыз. Құмырсқа мен қарақоңыз мысалын түсініп оқимыз. Сұрақтарға жауап береміз. Мәтіндегі оқиғаның қатысушыларды атаймыз. Құмырсқаның жақсы оқуының себебі неде екен? Ойланып көреміз. Қарақоңыз неліктен уақыт кестесін дұрыс жасай алмайды? Өзің уақыт кестені қалай жасар едің? Өзіңнің ойыңды білдір. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта. Келесі балалар 12-ші жаттығу. Мәтін тақырыбына сай келмейтін бөлікті алып тастап, мәтінді қайта құрастырып жаз. Мұнда яғни бірнеше бөліктер берілген балалар. Яғни біз білеміз, мәтін 3 бөліктен тұрады. Сабаяғы аяқталды балалар. Осы тапсырманы келесі сабаққа орындап келсеңдер болады.